Түйені көрсе, жылқы неге қалтырайды? Ертегісі. Бірге білейік. Ертеде бір жылқы болыпты. Бір күні жылқы күнге қарап былай дейді: барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн. Мені жануарлардың арасындағы ең сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын, дейді жылқы. Сонда қай жеріңді түзеуге болар еді деп ойлайсың? Деп сұрайды күн күлімсіреп. Жылқы: егер сирақтарым бұдан да ұзындау және сидаңдау болса, мен тіпті алдына жан салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де әдемірек болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап жүру үшін арқамнан мәңгі алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді, дейді жылқы. Жақсы, қалағаның болсын. Сәл күте тұр, дейді күн. Күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай, түрі арбиған жануарды көрген жылқы әрі қорыққанынан, әрі жиіркенгенінен қалшылдап қалады. Міне, сен қалағандай ұзын аяқ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын. Қалай? Сенің де осындай болғың келе ме? Деп сұрайды күн. Жылқы әлі де есін жия алмай қалшылдап тұрады. Жоқ, дейді тілі күрмеліп. Ендеше жөніңе жүр, дейді күн жылқыға. Саған өз бойыңдағыдай жетеді. Әркім өз қасиетін бағалауға тиіс, деп айтады күн. Содан бері жер бетінде түйе де өніп өсе бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге дейін денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер де ертегі ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар.